студенттер, біздің келесі сабағымызға қош келдіңіздер. Бұл сабақта цена есептеуді үйренетін боламыз. Цена есептеу Wildberriesте білесіздер, логистика және комиссияны алып, өзіміз қолмен есептейтін болатынбыз. Ал Озон маркетплейсында ценаны есептеу арнайы Озонның өзі берген калькулятор бар. Сол калькуляторға салу арқылы есептейтін боламыз. Енді келесі көрсететін сіздерге цена есептеу. Цена есептеуді қалай жасаймыз? Цена есептейтін кезде мына бір документ жібердім сіздерге. Сол жерде мынандай ссылка берген. Осы ссылканы копировать етіп аласыздар да, Google-ға қатыса аласыздар. Немесе интернетке қатыса аласыздар. В общем, сосын интернетке басқан кезде арнайы Озонның өзі берген калькулятор шығады, дұрыс па? Одан кейін сіз астына түссеңіз, осындай данный шығады. Товар есептеудің я знаю объем, я знаю габариты. Екі түрлі әдісі бар. Мен объеммен есептеу қиындау негізінде, сондықтан я знаю габариты деген басам. Категория товар, қандай категориядағы товарды есептейін деп жатсыз. Красота. Одан кейін косметическая техника. Закрыть. Косметическая техника есептейін. Оның длинасы примерно 12 болсын. Высотасы 15. Ширинасы 15. Высотасы 5. Ширинасы 12. А вот 12, длинасы 15. Сосын тура осылай өз товарыңызды жазасыз. Одан кейін қанша килограмм шығады. Килограмм шыққан кезде граммен жазылмаңыздар. Сондықтан 0-де 300 грамм шығады. Не үшін негізі? Оны килограммға айналдырған кезде 0,3 болып саналады, дұрыс па? Одан кейін цена товара деген цена товары сіздің клиентский сайтта қанша теңгемен примерно сатқыңыз келеді. Например, 1,5 теңгенің товарын мен 5,500 сатқым келеді. Значит, 15 рубльден сатқым келеді, дұрыс па? Кластер отгрузки деген жерден мына біріншіге кластер отгрузка Қазақстанды таңдап қойсақ, потому что сіздер заказды Қазақстаннан жібересіздер. Если футболдан болса, онда Москвада тұрады. Қазақстан применить. Одан кейін мына Москва тұрады. Себебі Москваның атын заказ береді. Курьермен жіберіп тұрмын товарымды, только пункт выдачадан алып кетеді адамдар. Одан кейін бір товар. Қанша штук товар жібересіз? Бір товар болса, бір товар, екі товар заказ келіп тұрса, екі товар есептеп көресіз. Бір товар дейсіз, яғни цена есептеу үшін стоимость товара, яғни себестоимость. Қаншадан ол товар? 1,5 деп есептегенбіз жаңа. 1,5 болса 1500 бөлінген 5,5. 500 бөлінген 5,5. Бұл товардың рубльмен ақшасы 272 рубль өзі. Одан кейін дополнительный расходы. Сіздер Америкаға өткізетін болсаңыздар 10 рубль, и кухоннике тағы 100 рубль жұмсайсыздар. Одан кейін доставка комиссия есептемейсіздер, автоматически оны база есептейді. Қандай да бір шығын болуы мүмкін, тағы да 20 рубль қоса салайын, сонда 130 рубльде сіздер дополнительный расход болуы мүмкін. Сөйтсе, ожидаемая продажа за месяц деген өтірік жаза салыңыздар, ештеңе етпейді. 80 штук деген сияқты. Сосын посчитать дейсіз, сізде уже, если Қазақстаннан жіберетін болсаңыз, футболын есептемейді, если Москва дейтін болсаңыз, есептеп береді. Енді мына жерде қараңыз, ФБС. На самом деле, мына жерде полный 80 штукқа примерно қанша рубль 80 штук сататын болсаңыз, қанша прибыль пайда көресіз, соны есептейді. 15 рубльге сататын болсаңыз дейді, 121 рубль комиссия аламыз дейді. Доставкаға 127 рубль аламыз дейді. 4 рубль ол неге кетеді дейді. Возврат отмена болған жағдайда 4 рубль аламыз дейді сізден. Сөйтеді, сізге 753 рубль қалады дейді. Товардың өз суммасы 272 рубль, сіздің жұмсаған ақшаңыз 130 рубль. Сонда мынадан мынаны алып тастайды, сонда сізге таза пайда 753 рубль бар еді. Бағанағы доставка, комиссия, возврат тапсаған кезде мынау қалады да. Одан себестоимостьпен өзіңіздің кететін қаражатыңызды алсағанда сізге таза пайда 351 рубль қалады дейді бұл товардан. Енді 351 рубльді көбейтесіз 5-ге, сол кезде бір товардан 1930 рубль қалады екен, көрдіңіздер ма? Себестоимость 272 рубль, таза пайда 351 рубль. Бірде-бірден көп болып тұрды, почти, көрдіңіз ба? Сонда 1500-дің товарынан үстінен 1900 теңге көре аласыз деген сөз. Если сіз 5500 теңгеге сататын болсаңыз, 15 рубль қанша болады өзі? Сол 5527 теңге, 5500-ге сататын болсаңыз, осындай бағаны есептейсіз. Если сіз ФБС-пен көрсеттіңіз, жаңа ФБО-мен сататын болсаңыз, Москваға товарыңызды жіберіп қойсыз, дұрыс па? Сөйтіп Москваның ішінде сатасыз. Ондай жағдайда 1500 рубль сататын болсаңыз, комиссия 121 рубль алады, доставкаға 92 рубль алады. Дедік, 9 рубль возврат қалады. Сол кезде 788 рубль сізге
ақша түседі. Одан себестоимостьпен алып тастайсыз, сол кезде 386 рубль таза маржа алады. Прибыль деп тұр ғой, көрдіңіз ба? Бір товардан осынша маржа алады. Автоматически осыны базамен есептейміз. Неге? Потому что әрбір товардың габаритіне қарай есептейді бұлар. Мына габарит деп жазған кезде, если үлкен товар жазып алатын болсаңыз, 120 сантиметр, 80 сантиметр, длинасы бір 40 сантиметр товар, высотасы бір 120 сантиметр товар, весі бір 3 килолық товар сататын болсаңыз, уже доставкаңыз сіздің 127 рубль, 121 рубль комиссия болмайды ол кезде. Ол кезде уже қымбаттайды, көрдіңіз ба? Доставкаңыз 315 рубльға қымбаттайды, яғни 2000 теңге болады деген сияқты. Комиссияңыз 121 рубль. Комиссия енді категорияға қарай ғой, сондықтан қатты өзгере қоймайды. Возврат пен доставка қатты өзгереді, потому что габариті үлкен деген сөз. Ол кезде сізге үлкен қатты маржа қалмайды, сондықтан үлкен товар, үлкен объемда товар сатпай қойған дұрыс деген сөз ғой бұл. 152 рубль қалады деген сөз. ФБО-ның доставкасы более жоғары жүреді. Осылай калькулятормен, дайын калькулятормен есептейміз ғой. Дайын калькулятор сіздерге арнайы бердім.